Баршаңызға қайырлы күн достар, бүгін сіздермен өте керемет лаваштардың рецептісімен бөлісетін боламын. Ендеше біз бастаймыз. Ыдысымызға қайнаған суымызды, майымызды, ұнымызды қосып, бірінші шанышқымен, екінші қолмен жақсылап илеп аламыз. Менде қамыр өте жұқа болды, оны салафанға салып 20 минутқа қоямыз. 20 минут тұрған қамырымызды үстеліміздің үстіне ұн сеуіп алып, оны бөлшектерге бөлеміз. Оны сіздер деген табаларыңыздың диаметріне байланысты бөлесіздер. Менде кішкене деген табам үлкендеу болды, сондықтан мен орташа бөліктерге бөлдім. Оны осылай кішкене қолмен істеп, сосын оқтаудың көмегімен жаятын боламыз. Оны осылай жайып аламыз. Оны қатты қалың қылып та қажет емес, оны өте жұқа қылып жайып аламыз. Екінші қамырымызды дәл солай жайып аламыз. Барлық қамырларды осылай жайып аламыз. Табамыздың үстіне ешқандай май құймастан қызып тұрған табада лаваштарымызды қуырамыз, екі жағын қызартып. Оны қатты күйдіріп қажет емес, ол кішкене қызарған кезде аудару керек деген сөзді білдіреді. Кішкене қызарғанша ұстайсыздар. Сіздер бұл дайын болам дегенше менің арнама жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бұл лаваштар өте керемет болып шығады, жұмсақ. Сіздер де жасап көріңіздер, бәріңізге ас болсын.